Баршаңызға сәлем, есімім Гүлфия. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі тез тасбақа тортының жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін ыдысқа 5 жұмыртқаны жарамыз. Миксермен араластырамыз аздап. Қант қосамыз. Қант ергенше жақсылап араластырамыз. Кішкене жұмыртқа ағарады, көбейеді массасы. Жақсылап араластыру қажет. Қант ергеннен кейін жақсылап араластырғаннан кейін оны қосамыз. Електен өткізіп шетінен қосасыздар және қопсытқыш қосып жақсылап миксермен араластырамыз. Осы тортқа қажетті заттардың барлығы осы бейненің астында жазылып тұрады. Сол жерден қарасаңыздар болады. Онда 2 бөліп саламын елекпен өткізіп. Тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Қамыр қою болу керек. Сұйық болмағаны дұрыс. Қамыры дайын. Қазір пергамент төселген формаға осылай үлкен қасықпен саламыз. Бір үлкен қасықтан салсаңыздар жеткілікті. Қамыр сұйық болып кетпесін, қою болғаны дұрыс. Бұл торттың бір жақсы жері өте тез дайындалады. Және дәмді, ерекше нәзік болып шығады. Осылай үлкен қасықпен саламыз. Содан кейін 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Өз пештеріңізге қараңыздар. Міне дайын, өте әдемі болып жақсы көтеріліп пісті. Енді осы коржықтардың ортасын кесіп бөлеміз. Кішкене коржық жайылған кезде ортасы жабысып пісуі мүмкін, бірақ ол ештен кетпейді. Барлығын бөлеміз, кесеміз және пергаменттен аламыз. Міне ақырындап алу керек, коржық бір келкі болып шығу үшін. Сынып кетпес үшін. Коржықтар дайын, ыдысқа салдым. Міне бір келкі әдемі болып шықты және дәмді. Енді қазір кремін дайындаймыз. Кремін өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен қаймақ, 20% қаймақ алдым және сгущенка алдым. Екеуін жақсылап араластырамын. Яғни ешқандай миксердің қажеті жоқ. Осылай қасықпен араластырып, содан кейін осы кремге жаңағы біздің коржықтарды ішіне салып шығамын. Крем сұйық болып шықты. Барлық коржықтарды осы кремге салып аунатып тарелкаға саламын. Коржықтар өте жұмсақ болып шығады. Кремге салғаннан кейін, кішкене тұрғаннан кейін тоңазытқышта өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міне. Менде крем өте сұйық болғандықтан, мен қазір үлкен ыдысқа саламын осы коржықтардың барлығын. Мен осындай ыдысқа салып аударамын. Негізі бірден жаңағы ыдыста тұра берсе де болады. Тоңазытқышқа салып қойсаңыздар да ол жақсы болып шығады. Бірақ мен осындай үлкен ыдысқа салым келді. Мен осыны үлкен ыдысқа салып, үстіне салфан жауып 2 сағатқа қойып қоямын тоңазытқышқа. Мен 2 сағат тұрды, қатты, жұмсарды коржықтар. Енді жаңағы біздің тарелкаға аударамын. Аударған кезде кішкене ұрып жіберіңіздер жаңағы ыдыстың үстін. Сол кезде барлығы бір келкі болып түседі. Міне, торт дайын. Енді дайын торттың үстіне шоколадты үкіштен өткізіп саламын. Әдемілік үшін. Мен осылай үкіштен өткіземін. Мен қара шоколад алдым. Торт өте дәмді болып шығады ғой. Баршаңызға кеңес беремін, жасап көріңіздер. Және көп уақытта кетпейді. Тасбақа торты дайын, өте әдемі, дәмді, ерекше нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға кеңес беремін. Егер осы рецепт бойынша дайындасаңыздар, комментарий бөліміне жазып, өз ойларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де каналымда тұрақты түрде жаңа рецепттер шығады. Сондықтан каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет.